Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіз. Сіздерге бүгін осындай оңай пряниктің рецептімен бөлісемін. Сүтімізді отқа қойып ысытамыз, ұн мен қантымызды араластырып, үстіне сол ысыған ыстық сүтті құямыз. Шанышқымен немесе венчикпен араластырсаңыздар да болады. Ең бастысы бір келкі осындай масса пайда болу керек. Ыдысқа салқын су құйып, үстіне осылайынан дайын болған массамызды қойып, араластырып отырып суытып аламыз. Үстіне сұйық майымызды құямыз. Бір жұмыртқаның сарыуызын қосамыз, ақуызын қазір бетіне жағамыз. Араластырып, үстіне какао ұнтағын қосамыз. Егер какао ұнтағын ұнатпасаңыз, орнына 40 грамм ұн қоссаңыз болады, және де ванильді қант қосасыз. Қопсытқышымызды қосамыз, шым-шым сода қосамыз, ас содасы. Жақсылап араластырып, үстіне ұнды иліктен өткізіп отырып қосамыз. Ұнды араластырғанда осылайынан қасықпен араластырған дұрыс. Себебі біздің қамырымыз өте жұмсақ және жабыспақ. Артық ұн қолданбаңыз, себебі прянигіміз, яғни тәтті пряндігіміз қатты болып қалады. Осындай формасын ұстап тұратын жабыспақ қамыр пайда болады. Үстіне осылайынан кішкене ұн себеміз, алғанда қолымызға жабыспас үшін, және де жаятын үстеліміздің үстіне себеміз. Тағы да осындай тәрелкенің үстіне сеуіп дайындап аламыз ұнды. Осылайынан ұнның көмегімен кішкене жайғанға ыңғайлап дөңгелек формасына келтіріп аламыз. Үстіне кішкене ұн себеміз, және де қалыңдығы 6-7 мм болатындай қылып қамырды жайып шығамыз. Қамырымыз дайын. Енді осы қамырды стаканның көмегімен домалақтап ойып аламыз. Мендегі стаканның диаметрі 6 см. 5 сантиметрлік, 4 сантиметрлік диаметрдегі стаканды қолдансаңыздар да болады. Қамырымыз жабыспақ болғандықтан осылайынан ұнға матырып отырып ойып аламыз. 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Піскенін осылайынан ағаш таяқша арқылы білеміз. Құрғақ болып шығу керек. Дәл солайынан барлық қамырды ойып пісіріп аламыз. Менде 30 дана шықты. Толықтай суытып аламыз. Бетіне жағатын глазурын дайындаймыз. Ол үшін бізге қант ұнтағы керек. Соның үстіне қалған бір жұмыртқаның ақуызын қосып, жақсылап араластырамыз. Қант ұнтағы езілген соң, осылайынан үстіне лимонның шырынын сығып қосамыз. Лимон шырынын қосқанда түсі одан әрі әппақ болып шығады. Дайын болған глазурымызды осылайынан прянигіміздің бетіне жағып шығамыз. Жақсылап жаға беріңіз, себебі молынан жетеді. Маған осылайынан қолмен жаққан ыңғайлы, шамамен 10 минуттай уақыт кетті. Осылайынан пергамент қағазын үстіне қойып, толықтай кепкенін күтеміз. Жасалуы өте оңай, құрамы үйдегі барлық заттармен жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Міне кепкенде осылайынан оңай алынады, шамамен 3-4 сағатта кепті. Өзі сондай жұмсақ, түсі қанық, шоколад тәріздес, дәмі деген өте керемет. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Сау болыңыз.